Өңірде үкіметтік емес ұйымдар арасында жаңа әлеуметтік инновациялық жобалар жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Жалпы жүлде қоры 2,5 миллион теңге. Құжаттарды қабылдау сәуір айының соңында басталады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында ғылыми зерттеулерді қолдау қорының президенті мәлімдеді. Былтыр өңірде үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталық ашылған еді. Кеңсеге ғылыми зерттеулерді қолдау қоры жауапты. Үкіметтік емес ұйымдарды дамыту бағытында биыл облыс орталығы мен әр ауданда семинарлар өткізіледі. Әрі жаңа бастамаларды жүзеге асыруға зор мүмкіндік берілмек. Бұл бағытта әлеуметтік инновациялық жобалар жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Ай соңынан бастап құжаттар қабылданады. Жүлде қоры 2,5 миллион теңге. Осындай жәрмеңке ұйымдастырамыз. Оған осы біздің облысымыздың үкіметтік емес ұйымдары қатыса алады. Жоспарымызда биыл халықаралық гранттар байқауына қатысу үшін әдістемелік көмек көрсету мақсатында арнайы жаттықтырушыны шақырамыз. Сонымен қатар қоғамдық дискуссиялық клубының жұмысын ұйымдастырамыз. Өңірде 600-ден астам қоғамдық бірлестік тіркелген. Олардың қатарында саяси партия филиалдары, этномәдени ұйымдар, кәсіподақтар мен қоғамдық кеңестер бар. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдардың 100-ден астамы белсенді. Если говорить о нашем Өңір бойынша 6 саяси партия филиалы, 50 этномәдени бірлестік, 14 қоғамдық кеңес құрылған. Үкіметтік емес ұйымдарға жалғыз терезе қағидаты бойынша азаматтық орталықта жәрмеңке, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік грант және сыйақылы мәселелер бойынша жан-жақты кеңес беріледі. Мамандар күрмеулі мәселелердің түйінін тарқатуға көмектеседі. Бұл үкіметтік емес ұйымдардың қызметін дамытуға кең жол ашады деп ойлаймын. Жәрмеңкеге ұсынылған жобалардың ең алдымен әлеуметтік маңызына аса мән беріледі. Еркебұлан Смадияр, Юрбол Меңдіғалиев, Айтос Қисымов, Ақжайық арнасы.